Good morning, students. Good morning, teacher. How are you? We are fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm glad to see you. Sit down, please. So, the beginning of the lesson. Today's lesson is going to focus on nitric acid. Nitric acid in Kazakh azot qishqili. After today's lesson, you will be able to know molecular and structural formulas of nitric acid, be able to explain the formation of chemical bonds in the molecule of nitric acid, be able to write preparation reactions of nitric acid, learn chemical properties of nitric acid, consider the uses of nitric acid and its salts. Let's check your homework. Alright. This chemical element whose atomic mass is 14. Атомдық массасы 14 кетен элемент. Nitrogen, azot. Жақсы. Алиасқар. How much percent of your body weight is nitrogen? 3%. Адамның денесінде қанша азот бар? Жақсы. Next question. Why is nitrogen important? It is important because the air contains a lot of nitrogen. Сұрақтың аудармасы, неге азот маңызды? Жақсы. Енді әрі қарай бүгінгі жаңа сабағымызға қажетті сөздермен танысайық. Ол үшін біз қазір трафик лайт әдісін қолданамыз. Тақтаға қарасаңыздар, бұл жерде бізде трафик лайт не балалар? Бағдаршам. Жақсы. Осы бағдаршам арқылы жаңа сөздермен танысасыздар. Сіздердің алдарыңызға сөздер берілген, кәдімгі жылдам жұмыс жасаймыз. Алдарына сөздер берілген, жаңа сөздер бар, білетін сөздеріңіз бар, сонымен жұмыс жасаңыздар. Білемін деген сөзді жасыл түске қоямыз. Ал білемін, түсінемін, бірақ аудармасын білмеймін деген сары түс. Мүлдем түсінбедім дегенді қызыл түске қоямыз. Бастаймыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Working group. Жақсы. Алданы. Бәріміз болды, иә? Екінші топ. Лиза, please. Біз не білдік? Білетін сөздер пластмаус, улы, hydrogen, сутек, oxygen, оттек, sweet smell, ащы ес, energy, энергия, explosives, жарылғыш заттар, medications, дәрілер, nitric acid, азот қышқылы, индустриалды. Жақсы. И бізде қай сөз түсініксіз болып тұр екен? Қалай оқып? Manufacture, иә? Бұл сөз түсініксіз. Қай сөзді білмей тұрмыз? Алиасқар? Heat, volatile, fertilizer, industrial. Жақсы. Келесі топ. Біз білетін сөздер нитраттар, экзотермик реакшн, экзотермиялық реакциялар, сутегі, косолей, бензин, лайт, жарық, энергия. Жақсы. Қай сөздерді білмей тұрмыз? Қай бар? Heat and ammonia. And Ерсултан? Poisonous, explosives, inert. Жақсы. Келесі топ, сіздер не білмей
білмей тұрмыз, соны ғана оқып өтейік. Олай болса, балалар, бүгінгі жаңа сөздермен танысамыз. Тақтаға назар аударамыз. Жазып аламыз, балалар, вокабулярий, сөздік. Сіздердің алдарыңызға қазір жаңа сөздіктер беріледі. Сонымен оқып шығамыз. Қазір мен оқып өтсем, бәріміз тыңдаймыз. Азот қышқылы, nitric acid. Улы иісті, acrid smell. Қышқыш, volatile. Түтіндеген, fuming. Өнеркәсіптік, industrial. Өндіріс, manufacture. Кальций нитраты, кальций нитрейт. Минералды тыңайтқыштар, mineral fertilizers. Жарылғыш заттар, explosives. Пластмасса, пластик. Дәрілік, medication. Нитраттар, nitrates. Қазір сендерге алдарыңа жаңа сөздер беріледі. Жазып танысып аламыз. Азот қышқылын қалай алған? Ол неміс химигі дәрігер Йоганн Рудольф таза азот қышқылын 1650 жылы алған екен. Азот қышқылын алудың зертханалық және өнеркәсіптік әдістері бар. Зертханада азот қышқылын қалай алады екен? Яғни натрий нитратына күкірт қышқылымен әсер ету арқылы алады. Зертханада қалай алады деп ойлаймын? Өндірісте қалай алады екен балалар? Оны келсек, өндірісте оны біз аммиактан аламыз. First, ammonia is oxidized to nitrogen dioxide. Аммонияға оттегімен әрекеттестіру арқылы азот оксидін алады. Яғни бұл сатылап жүретін процесс. This reaction needs platinum catalysis. Nitrogen dioxide is mixed with water with more oxygen producing nitric acid. Nitrogen dioxide plus water plus oxygen will give nitric acid. Келесі балалар бейне материалға назар аударайық. Properties of nitric acid. It is a colorless fuming liquid, somewhat unstable and quickly turns yellow due to NO2 produced by partial decomposition. It has corrosive action on skin and turns the skin yellow. It is a strong acid, forms nitrates with bases and basic oxides and decomposes carbonates. It is a strong oxidizing agent, oxidizes metals, non-metals and metalloids into their oxides or oxoacids and itself gets reduced to NO2, NO, N2O or NH3 depending upon the nature of the substance oxidized, concentration of the acid and temperature. Бұл видеода балалар азот қышқылының қасиеті берілген, properties of nitric acid. Яғни біз айтқандарды ағылшын тілінде берілген. Сіздерде азот қышқылының структуралық формуласы көрсетіліп тұр. Яғни азот қышқылында азоттың тотығу дәрежесі 5 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ол жерде араларында градустар 102-130 градус екен. Ол өте күшті қышқыл деп айтылған. Жақсы балалар, олай болса келесі сабағымыздың бөліміне көшейік. Тапсырма мәтінмен жұмыс. Ол үшін біз келесі схеманы қолданамыз. Definition, translation, example, picture деген. Аудармаларын айтып өтейік. Definition, translation, example, picture, word, сөз. Жақсы. Бүгінгі біздің сөзіміз қайсы болады балалар? Азот қышқылы. Жақсы, азот қышқылы, nitric acid. Сіздерге ағылшын тілінде мәтін беріледі. Physical properties and chemical properties and use. Use деген не балалар? Қолданылуы. Сіздер physical properties, сіздер химиялық, сіздер азот қышқылы дегеніміз не? Лабораторияда. Әркім өз мәтінімен жұмыс жасайды.
сіздер uses of nitric acid-пен жұмыс жасайсыздар. Жақсы ма? Қолданыңыз. Жақсы, екінші топ. Осал ортаға шығайық, сіздерді тыңдайық. Сендерде тақырып азот қышқылының қолданылуы болды, я? Uses of nitric acid. Nitric acid is a colorless liquid with yellow or red fumes with an acrid odor. Uses of nitric acid. It is used to produce ammonium nitrates to manufacture plastic dye and fertilizers. It is used in making explosives such as TNT. It is used in with fuel rockets as an auxiliary. In its pure form, it is used in the removal of the war. It is used as a chemical doping agent in electrochemistry. Translate. Азот қышқылы нитрик acid, малярдық масса, density тығызды, boiling point, қайнау нүктесі, acrid smell, улы иісті, volatile ұшқыш, фумик түтінденген. Example, for molecular nitric acid, we give 4 molecular nitrogen dioxide plus oxygen plus 2 molecular water. Magnesium plus 2 nitric acid, we give magnesium nitrate plus hydrogen. Thank you. This is a picture of nitric acid. Very nice. Good job. Sit down, please. Жақсы балалар, әрі қарай тәжірибелеріңізге көшейік. Бұл жерде азот қышқылының тұздармен, негіздермен және негіздік оксидтермен реакциялары берілген. Және де азот қышқылының жаңағы индикаторларға әсері тексеру керек. Азот қышқыл болғандықтан бізде қазір әмбебап индикаторымыз бар. Әмбебап индикаторда азот қышқылының қандай түс беретінін көруіміз керек. Азот қышқылымен жұмыс жасаған кезде резинке қолғапты киіп алу керекпіз қолымызға. Резинке қолғапты киіп аламыз. Және бұл сұйылтылған азот қышқылы. Зертханада біз сұйылтылған азот қышқылын қолданамыз. Шамалы там индикаторға, әмбебап индикаторға әсері байқаймыз балалар. Ол қандай түске енді бізде? Қызыл түске енді. Яғни ол қызыл түс дегеніміз бізде pH тең 2-ге болып тұр. Яғни бұл қышқылдық орта екендігін естиді дәлелдейміз. Жазамыз. Азот қышқылы әмбебап индикаторда қызыл түске боялды, яғни орта қышқылдық деп айтамыз. Қазір әрі қарай мына тәжірибелерді көру үшін бір оқушыны ортаға шақырайық. Кім келгісі келеді? Анур Сәуле, Шағылай, кем көмектесіп жасап жіберейік тәжірибемізді. Мына реакция теңдеулерін де жазамыз. Зертханалық үшін бізге не берілген? Бізге азот қышқылы, мыс оксиді, және натрий карбонаты, Жақсы. және кальций гидроксиді берілген. Кальций гидроксиді берілген. Және де балалар бізде зертханалық тәжірибелерге тамшылар және де сынауықтар қажет. Тәжірибелерді көрсету үшін бірінші азот қышқылын сынауықтарға қолданамыз. Әрқайсысына шамалыдан зертханалық жұмыс жасаған кезде балалар реактивтерді аз мөлшерде қолданамыз. Және де әр реактивтің жеке өзіне сынау болады. Тамшылы болады, тамшыларды бір-бірімен араластырмаймыз, Жақсы. Енді біз натрий карбонатын қосайық. Тамшыламыз. Не байқалды?
реакция жүрді. Не бөлінді? Газ бөлінді, иә. Натрий карбонаты қандай газ бөлінеді екен, балалар? Көмірқышқыл газы бөлінеді екен. Жақсы. Осы келесі тапсырма, балалар, кері байланыс, рефлексия. Осы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді қандай бөлім сіздерге қиын болды ма, жеңіл болды ма, алдарыңызда тұрған кемпір қосақ бағдаршамға мынадай стикерлар арқылы жазамыз. Басма балалар, егер сабақ бізге қиын болса, не деген сөз екен? Түсінген жоқ. Ал балалар болса, ойларымен бөлісейін. Бірінші топ сіздер айтып өтсеңдер. Маған бүгінгі сабақ өте қызықты және түсінікті болды. Ағылшынша біраз сөздер үйрендім. Жақсы. I learned a lot about nitric acid and I really enjoyed today's lesson. Thank you. Маған бұл бүгінгі сабақтар өте түсінікті болды. Қызықты және көп нәрсені білдім. Ең қатты маған соңы ұнады, себебі сол кезеңде бәрін түсініп отырдым. Жақсы. Қайсына белгілер едің? Бағдаршамның жасылына белгілейміз, иә? Сіз, Ерсұлтан? Маған барлығы түсінікті болды, ешқандай сұрақтар болмады. Сабақ қызықты болды. Жақсы. Жақсы, рахмет. Екінші топ. Ал, Арай. Маған бұл сабақ өте қатты ұнады. Азот қышқылы туралы білмегенімді білдім, және де топпен азот қышқылы жайлы мысал, сурет, анықтама келтірген кезден қатты ұнады. Жасылға қоясыз. Бәрінен сұрамайық па, екі баладан сұрайық па? Кім айтқысы келеді ойын? Ал, Әлиасқа. Мен бұл сабақтан көп әсер алдым, бірақ әлі де көп тәжірибе жинауымыз керек. Жақсы. Қайсына белгілейсің? Сарыға. Маған барлығы түсінікті болды. Кейбір жерлерде ғана ағылшын сөздері түсінбедім, бірақ үйрендім. Маған қызықты болғаны зерттеу алғанбыз. Жақсы. Қай бөлімге белгілеріңіз? Жасылға. Жақсы. Ал, Бүгінгі сабақ өте керемет болды. Ағылшын тілінде көп нәрсе үйрендім. Бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болды және қызықты болған кезде зерттеу алғанбыз. Өте жақсы. Рахмет. Яғни балалар ойлары түсінікті. Бүгінгі сабағымызды осымен біз аяқтаймыз. Сабақ соңында айтарым. Сіздер жақсы. Ал балалар, бүгін сабағымызды айта кетсек, сіздер өте белсенді қатысыңыздар. Рахмет. Өте белсенділік танытқан оқушылар бар. Атап айтсақ, Риза, Арай, Алиасқар, Мерей, Нұрсәуле, Айбат, Ерсұлтан, Салтанат, Аңсаған өте жақсы деген бағалады. Барлық балалар өте белсенділік танытып қатысып отыр. Жансая, Мадина, Ұлболсын, Бағдаулет, Ақжан, Арай өте жақсы. Әрі қарай келесі сабақта белсенділік танытамыз, білмеген сұрақтарыңызды сұраймыз. Олай болса, сіздерге егер тапсырма параграф 35 ағы деңгейлік тапсырмалар. Термин сөздеріңді жаттау. Learn new words. Бүгінгі сабаққа назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.